Нан созған қолды қайтарған әке. Бағдат қаласын аштық жайлайды. Аштық әсіресе жүк тасушы арбакештерге қатты тиеді. Жаңа піскен нанның иісі көшеден-ақ мұрынды жарып бара жатқан соң, бір арбакеш сол үйдің есігін қағып: «Аллах разылығы үшін бір үзім нан беріңдерші, қанша күн болды нәр татпадым» деді. Пештің жанындағы әйел жаңа піскен нанды қызына ұстатып: «Мына нанды апарып бер» деді. Қызы нанды әдемілеп орап, аш арбакешке берді. Арбакештің қуанышында шек жоқ. Үйіне бет алған сол еді, қарсы жақтан келген бір өктем дауыс тоқтатты. «Тез айт, нанды қай үйден алдың?» дейді. Арбакеш артқа бұрылып, нан алған үйді нұсқады. Адам ашулы кейіппен: «Жаңылмаппын, осындай бір уақытта басқа кімнің үйінен алынсын нанды?» деп үйге қарай бет алады. Есікті ашар-ашпастан: «Арбакешке нанды кім берді?» деп байбаламсылады. Әйел қорыққаннан қызын көрсетті. Қызы ғой, жаны ашып ештеңе істей қоймас деп ойлайды. Бірақ іштарлық пен шүкірсіздік әкесінің ішкі дүниесін жаулап алғанды. Қолындағы таяқпен қызының нан берген алақанынан салып қалғанда, қолы қайырылған күйде қала береді. Әкесі: «Мен барлық аш адамдарға нан таратсам, бұл үйде нан қайдан қалсын?» деп өз-өзіне мырсылдап қояды. Бірақ әрбір нығмет шүкірі қалары хақ. Шүкірсіздік болса нығметтің қайта алынуына себеп еді. Әке жасаған әрекеттің нәтижесінде айдан анық болды. Көп ұзамай жұмыстары жүрмей, базардың орталығындағы кірісі мол дүкенін сатуға мәжбүр болды. Уақыт өте үйіне нан әкелетін жағдайдан да қалады. Бір күні қызына: «Енді маған үміт артпаңдар. Себебі бүгін нан алатындай ақша да таба алмадым. Базарға барып қайыр сұрап, нан алатын ақша кел» деді. Қызы базар жаққа барып ұялып қысылса да, өздерінің ескі дүкенінің қасына келіп тұрады. Мүмкін таныстарды көрермін, солардан сұрармын деп ойлайды. Дүкеннің ішіндегі кісі қызды көріп қасына жақындап: «Сен бейкүнә жанға ұқсайсың, бұл жерде не күтіп тұрсың?» деп сұрайды. Әрине мән-жайды түсінген. «Нан алатын ақшамыз қалмады. Таныс біреу кезіксе ақша сұрағым келген» деп тіл қатты. Қолын қалтасына салып барлық ақшаны қызға ұсынып: «Ал» деді. «Бұл ақшаға қалағаныңша нан аласың. Осылайша мен де берілген нығметтің шүкірін өтеген боламын» дейді. Сол мезет дүкенші қыздың бір қолын тығып тұрған бейжай қалдырмайды. «Қолыңда жара болса емдетейін, неге тығып тұрсың?» деп сұрайды. «Жаратқан маған нығметті молынан берді, шүкірін тек жақсылық жасау арқылы өте аламын». Қанша айтқысы келмесе де дүкенші қоймағасын өткен мән-жайды баяндайды. «Мен аш арбакеш біреуге нан берген едім. Жолда арбакешті көрген әкем нанды қайдан алғанын сұрайды. Ол біздің үйді сілтейді. Ашуға булыққан әкем үйге келіп нан берген қолымды таяғымен салып қалғанда, қолым қайырылып осылай қисық боп қалды. Жұртқа көрсетуіне ұяламын. Сол себептен үйде отырып қалдым» деп көзін бір сығып сөзін аяқтайды. Бұл оқиғаны естіген дүкенші айқайлай бастайды: «Көрші қолаң, дос жаран, мына жерге жиналыңыздар. Мен қиялымдағы аруды таптым. Өмірлік жарым қасында тұр. Сіздер де куә болыңыздар» деп оқиғасын айта бастады. «Нан сұраған мүшкіл жан мен едім. Қолыңның осындай халге душар болуына мен себепші болдым. Себепші бола тұра, сені осы халде жалғыз тастай алмаймын. Бұл іске Аллах разы болмайды. Сені көргенде жүрегім дүрпілдеп, маған нан берген қызға қатты ұқсайды екен деген ойға келген едім. Жаңылмаппын. Әкең аш көздерім шүкірлік қылмаған үшін Аллах тағала дүкенін қолдан алып маған нәсіп етті. Ал енді сынақ уақыты маған келді. Әкең түскен шүкірсіздік орнына түскім келмейді. Кел, некемізді қидырып, әкеңді күйзелістен бірге құтқарайық» деп нан берген қолды жаралаған шүкірсіз әкеге қарай беттеді. «Егер шүкір етсеңдер арттыра беремін, ал егер қарсы келсеңдер азабым тым қатты» деп Құран кәрімде де 14-7 аятында айтылған еді.